Қазақстан кең, әдемі, табиғаты ерекше ел. Бірақ осы әдеміліктің артында сен білмейтін қауіпті жерлер бар. Кейбірі радиациямен уланған. Кейбірі табиғаттың өзі адамға қарсы тұрғандай. Ал кей жерлерге барған адамдар ауыр зардап шеккен. Бүгін біз Қазақстандағы ең қауіпті жерлер туралы айтамыз. Бұл жерлерге бармас бұрын міндетті түрде ойланып көр. 1. Семей ядролық полигоны. Алғашқы және ең қауіпті орын Семей ядролық полигоны. Бұл жерде Кеңес одағы кезінде 450-ден астам ядролық жарылыс жасалған. Оның ішінде ашық аспан астында жарылғандары да болды. Сол кезде адамдарға ешкім ескерту жасамады. Жақын ауылдарда тұратын халық радиацияның ортасында өмір сүрді. Нәтижесінде қатерлі ісік көбейді. Туа біткен аурулар артты. Көп адам зардап шекті. Қазір бұл аймақ ресми жабық емес, бірақ қауіп әлі де бар. Жердің өзі у сияқты. 2. Арал теңізі. Келесі орын Арал теңізі. Бір кезде бұл әлемдегі ең үлкен теңіздердің бірі болған. Ал қазір құрғап қалған шөл. Бірақ ең қауіптісі бұл жай құрғақ жер емес. Теңіздің түбінде химиялық қалдықтар мен тұз қалған. Жел соққанда сол улы тұз ауаға көтеріліп адамдарға тарайды. Бұл өкпе ауруына, аллергияға, басқа да ауыр дерттерге әкелуі мүмкін. Бұл жер экологиялық апаттың тірі мысалы. 3. Бетпақдала. 3-ші орын бетпақдала. Аты айтып тұрғандай бетпақ, яғни қатал жер. Бұл жерде су жоқ, көлеңке жоқ. Температура өте жоғары. Күндіз аптап ыстық, түнде суық. Егер бұл жерде адасып кетсең, шығу өте қиын. Тіпті тәжірибелі саяхатшылардың өзі бұл аймақтан қорқады. 4. Көлсай көлдері. Келесі әдемі, бірақ қауіпті жер, Көлсай көлдері. Бұл жер табиғаттың кереметі болып көрінеді. Таза су, жасыл орман, таулар. Бірақ қауіп дәл осы жерде жасырынып тұр. Тауда ауа райы бірден өзгеруі мүмкін. Тұман түссе жол көрінбейді. Адамдар адасып кетеді. Кейбір туристер дайындықсыз келіп, қиын жағдайға тап болған. Сондықтан бұл жерге барсаң өте сақ болу керек. 5. Теміртау. 5-ші орын Теміртау. Бұл қала өндірісімен танымал. Бірақ сонымен бірге ауасы өте ластанған. Зауыттардан шыққан түтін ауаға зиянды заттар таратады. Ұзақ уақыт өмір сүруге қауіпті. Бұл бір күнде білінбейді. Бірақ жылдар бойы әсер етеді. 6. Өскемен. Соңғы орын Өскемен. Бұл қалада ауыр өнеркәсіп жақсы дамыған. Бірақ металл өңдеу, химиялық өндіріс экологияға әсер етеді. Кей зерттеулерде ауа мен топырақта зиянды заттар бар екені айтылған. Бұл да көрінбейтін қауіп. Қорытынды. Қазақстан әдемі ел. Бірақ кез келген жер қауіпсіз емес. Кей жерлер тарихтың салдары. Кейбірі табиғаттың қаталдығы. Ал кейбірі адамның әрекеті. Ең бастысы, қайда барсаң да алдын ала ақпарат жина. Өйткені кейде бір қате шешім үлкен қауіпке әкелуі мүмкін. Егер осындай қызық видеолар керек болса, лайк басып каналға жазыл. Келесі видеода бұдан да қызық тақырып болады.